Ассалаумағалейкум, сәлем баршаңызға, менің арныма қош келдіңіздер қыздар. Бүгін сіздерге осындай жаңағы өте пайдалы неше түрлі тағамдарға, салаттарға қосуға болатын осындай адыгейлік тұздың рецептісін бөлісетін боламын. Бұл қарапайым тұзға қарағанда өте пайдалы, себебі ішінде сарымсақ, неше түрлі дәмдеуіштер қосылады. Тағам дайындағанда дәмдеуіштерді қоспай-ақ осы тұздың өзін салсаңыз, тағамыңыз өте дәмді, пайдалы болып шығады. Бізге ол үшін осындай 250 грамм тұз керек, қарапайым, және де 50 грамм сарымсақ керек. Сарымсағымызды осындай үкіштен өткізіп аламыз, және де оған 1 шай қасық кориандр, 1 шай қасық паприка, және де жарты шай қасық ашық қызыл бұрыш, 1 шай қасық қара бұрыш, және де жарты шай қасық орегано дәмдеу үшін салып, осылай жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластыру қажет, себебі біздің сарымсағымыз комочек түйір болып қалмау үшін жақсылап араластырамыз шанышқымен. Мінекей бізде осындай адыгейлік тұз шықты, барлығы жақсылап араласты, өте иісі деген кәдімгідей күшті болып тұрады. Бұны неше түрлі жаңағы банкіде немесе осындай пластикалық контейнерде сақтасаңыздар болады, бөлме температурасында сақтай берсеңіздер болады, және де тағам пісіргенде, салат пісіргенде осыны салып жіберсеңіздер өте дәмді болып шығады. Ешқандай дәмдеуіш қоспай-ақ осы тұзды қоссаңыздар болады. Пайдалы және де дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей біздің адыгейлік тұз осындай болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.